Нұр-Сұлтан қаласында National Geographic деген қазақ журналы шықты. Қазақ тіліне аударған. Февраль кезінде бірінші журналды алған кезде бала-шағама сол National Geographic оқысыншы деп соған тапсырыс берген. Сол тапсырыс журнал үйіме келген кезде, ашып қараған кезде мен жағамды ұстадым. Сол жерде глянцевый, керемет журнал, ең мықты обертка жасалған журнал ішінде қымбат журналдардың бірі, соның ішінде черный по белому үлкен 4-5 парақта ЛГБТ туралы жазылған нәрселер бар. Еркек пен еркек қалай бір-бірімен жыныстық қарым-қатынас, әйел мен әйел қалай жыныстық қарым-қатынас, олар өте керемет нәрсе. Сен өзіңді қыз сезінесің бе, ұл сезінесің бе деген бүкіл нәрсені тәппіштеп тұрып жазып қойған жерлер бар. Мен соны қиып, балаларым көріп қоймас екен деп, соны барып қиып тастағаным болды уақиғасы. Медиа деген бұлар средства массовой информация, ақпарат құралдарында мен өзім 20 жыл болды журналист болып жұмыс істеп жүргенмін. Журналистердің ішінде, өкінішке орай телевизор көріп отыр, журналистердің ішінде 50% сондай десе мен өтірік айтпаймын. Осылардың қолдарын ұстап, солардың сойылын соғып, солардың ісін жасап жүрген журналистер. Мен как журналист ретінде заявляю, что у нас ЛГБТшников очень много в средствах массовой информации. Орысша айтайын олар түсіну үшін, өйткені ішінде шала қазақтар да бар. Қолдайтындар да бар, және соның ішінде жүргендер де бар. Солардың сойылын соғып жүргендер де бар. Бір терін ұшпағын елеп жүрген олардың бар. Мен осы нәрсені көбісі айта алмайды. Осы нәрсе біздің елімізде болып жатқан себебі ағайындар, осы жерде отырсыздар, көрермен көріп отыр. Біздің билікте де бар ондай нәрсе. Бар. Біздің билікте де бар, өйткені акиматтың бұндай феминист тағы да басқа ЛГБТ-ларға рұқсатын беру бұл бекерден бекер емес, осыны түсіну керек. Билікте осыны қолдайтын бар. Билікке қарсы болмайды, дін жағынан да қалай болсын. Бірақ мен ел басында басқа қарсы болған жоқпын. Бірақ сол жерде отырған осылардың құйтырқы әрекеттеріне қол ұшын беріп отырған, сол жерде қолдап жатқан қазақтың қара домалақ балалары. Мен қазақ деп айта алмаймын. Соның ішінде бар. Сенатта да бар, парламентте де бар, мәжілісте де бар, барлық жерде бар. Мен лично депутаттыққа да шақырған, мәжілісте, ауыл аймақтарда, тағы да басқа ауларда мен бас тарттым. Өйткені ішінде көптеген былық бар екенін білемін. Оның ішінде мен жүргім келмейді. Мен журналистің көптеген радиоларда жұмыс істедім, радиолардан шығып кеткен себебім де осы, өйткені солар жайлап кеткен барлықтарында. Солардың 90% қазақтар. Осыны айтқым келіп отыр. Это я официально ресми түрде заявляю.